Саламатсыздармы окуучулар, мен Кемешев Кебулан Керимханұлы, Оңтүстік Қазақстан индустриал инновациялық колледжінің арнайы пәндер оқытушымын. Бүгінгі электротехника және электроника пәнінен айнымалы ток генераторы тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты айнымалы ток генераторы дегеніміз не? Айнымалы ток генераторының құрылысы, айнымалы ток генераторының жұмыс істеу негіздері. Айнымалы ток генераторы электр энергетикалық өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. Олар берілген жиілікпен айнымалы тоқты түрлендіре алады. Сонымен қатар, мұндай генераторларды синхронды деп те атайды. Айнымалы ток генераторлары электромагнитті индукция көмегімен электр энергиясын шығарады. Электр тоғы пайда болу үшін магнитті өріске қарай шарғыны айналдыру керек, немесе магнитті өріс шарғыға қарай айналуы тиіс. Айнымалы ток генераторы жағдайында екінші тәсіл қолданылады. Айнымалы ток генераторы екі негізгі бөліктен, ротор мен статор орамасынан тұрады. Ротор айнымалы магнитті өрісті құрайды. Статор орамасы қозғалыссыз болса, ротордың айнымалы магнитті өрісі орамада электр өрісін тудырады. Мұнда көрсетілгендей, бұл ротордың түрі айқын иекті деп аталады. Оның қалай жұмыс істейтінін түсіндіру үшін 4 полюсті роторды қарастырып көрейік. Ротор орамасы тұрақты ток көзінен қозады. Оның айналасында пайда болатын магнитті өріс келесідей болады. Ротор бастапқы қозғалтқыш көмегімен айнала бастайды. Осылайша, роторда пайда болатын магнитті өріс ротормен бірге оның жылдамдығымен айналады. Енді магнит өрісінің сызықтары ротордың айналасында орналасқан статор орамасын қиып өтеді. Нәтижесінде орамада айнымалы электр қозғаушы күші немесе ЕХК пайда болады. Ротор мен статордың өзара әрекеттесуін баяулатылған бейнеден байқап көрейік. Ротордың жарты айналым кезінде мына 4 полюсті жүйеде ықпалдандырылған ЕХК толық кезеңді жасап өтеді. Ықпалдандырылған ЕХК жиілігін ротордың айналу жылдамдығы мен полюстер санының өзара қатынасын келесідей анықтаған оңай болады. Аталған жағдайда өндірілетін токтың жиілігі механикалық айналудың жылдамдығымен үйлесе алатыны түсінікті. 3 фазалы айнымалы тоқты өндіру үшін осындай тағы 2 ораманы біріншіге қарағанда 120 градусқа бұрып, статордың ішіне қоюы керек. Әдетте бұл 3 ораманың ұштары бір жағынан жұлдыз сызбасы бойынша жалғанады, ал басқа ұштары арқылы 3 фазалы электр қуаты бағытталады. Бұл теңдеуден жиілігі 60 Гц болатын электр тоғын өндіретін 4 полюсті ротордың келесідей айналу жылдамдығының болу керектігін көре аламыз. Мұндай жоғары айналу жылдамдығы ротордың полюстерінде орасан зор ортадан тепкіш күштің пайда болуынан алып келеді. Сол себептен ол уақытынан бұрын істен шығуы мүмкін. Сондықтан айқын иекті роторда әдетте 10-20 полюсі бар және олар төмен айналымды қажет етеді. Магнитті ағынды тиімді беру үшін полюсті өзі қолданылады. Оны әдетте қалың болат тілімінен жасайды. Мұндай оқшауланған тілімдер құйынды токтың пайда болуынан жоғалатын энергияны қысқартады. Сол 12 полюсті 3 фазалы жүйе үшін статордың орамасы көрсетілген. Статордың өзегі магнитті ағынды беруді күшейту үшін қолданылады. Роторға тұрақты ток қос түйіспелі сақина арқылы беріледі. Тұрақты ток сыртқы көз арқылы немесе бастапқы қозғалтқышта орнатылған кішкентай тұрақты ток генератор арқылы беріледі. Мұндай генераторлар
өздігінен қосатын айнымалы ток генераторы деп аталады. Жүктеме өзгерген кезде генератордан шығатын кернеу де өзгереді. Шығатын кернеуді берілген диапазонда сақтаған дұрыс. Кернеудің автоматты тұрақтандырғышы бұл мәселені шешуге көмектеседі. Кернеуді тұрақтандыру үшін қозу тотығын реттеу керек. Өткізгіштегі кернеу берілген диапазоннан төмен болса, кернеудің автоматты тұрақтандырғышы қозу тобын ұлғайтып, осылайша өрістің кернеуін көбейтіп жібереді. Бұл шығатын кернеудің ұлғаюына алып келеді. Егер шығатын кернеу өте үлкен болып кетсе, кері әсер орын ала бастайды. Айнымалы ток генераторының жұмыс істеу негіздері туралы түсінік алдыңыздар деп ойлаймын. Осы тақырып бойынша сіздерге үй тапсырмасы. Генератордың негізгі бөліктері қандай? Айнымалы ток қайда пайдаланылады? Су және жылу электр станциялары генераторның статоры ненің әсеріне айналады? Осы сұраққа жауап жазыңыздар. Сау болыңыздар.